Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақ тақырыбы спорт, белгілі спорт жұлдыздары. Бүгінгі қарастырылатын оқу мақсаты оқылымның мақсаты. Энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау. Бағалау критерийлері, тақырыпқа қатысты әртүрлі дерек көзден алынған оқылым мәтіндерінен қажетті ақпараттарды іріктей алады. Мәтін авторларына сілтеме жасап қолданады. Оқылымның бұл дағдысы сені оқылым мәтінін дұрыс таңдауға, алынған мәліметтердің сенімділігіне көз жеткізуге, ақпараттарды іріктеп қолдануға, авторларға сілтеме жасап үйретуге, плагиатқа жол бермеуге, академиялық адалдықты сақтауға дағдыландырады. Сабағымыздың негізгі ұғымдары мыналар. Оқылым алды тапсырмасына назар аудар. Шын жалған ақпаратты анықта. Тұсына құстұмсық белгісін қой. Мәселен, спорт сөзі халықаралық термин. Бұл әрине рас ақпарат, сол себепті оның тұсына құстұмсық белгісін қоюға болады. Геннадий Головкин ұрыстарға еліміздің атынан қатысады. Бұл ақпарат жалған болғандықтан, оның тұсына сен құстұмсық белгісін қоймайсың. Осындай тапсырма үлгісі осы үлгіде жүзеге асырылатын болады. Оқылмалды тапсырмасының келесі үлгісі мына түрде. Сабаққа қатысты берілген ұғымдардан сөз тіркесін құра. Мәселен, мұнда шымыр, шыдамдылық, қайрат, намыс сияқты сөздер берілген. Сөз тіркесін қалай құрастырасың? Намысты сақта, мәселен. Абыройды биікке көтер, мәселен. Еліміздің мақтанышы деген сияқты. Оқылым мәтініне назар аудар. Мәтінді мұқият оқып шық. Мәтін Дәурен Түлкібайдың Ақ желкен журналында 2018 жылы 3 санында жарияланған мақаласы. Мақалада Еркебұлан Сейдахметке қатысты ақпараттар біршама берілген. Енді тапсырмаларға назар аударып көрейік. Оқылым мәтінінен Еркебұлан Сейдахметтің үлкен футболдағы алғашқы жетістіктері туралы жазылған мәліметтерді хронологиялық кестеге түсір. Мәселен, бірінші ақпаратына қарайық. Англия мен Испания чемпионаты. Мәтінге қайта оралайық. Мұнда Англия мен Испания чемпионаты туралы және Еркебұланға қатысты қандай мәлімет айтылған? Ол сол елдерде ойнаған ба? Міне, сөйлемді тауып алатын болсаң, ол сол елдерде ойнағысы келеді. Келесі, Уфа командасының құрамы. Дәл осы сияқты мәтінге оралатын болсақ, ол Уфа командасының құрамына ауысқан болатын. Міне, осы үлгіде сен оқылым тапсырмасын орындай аласың. Келесі, оқылым мәтініне назар аудар. Оқылым мәтіні Бек Төлеуовтың Ұлан газеті 2019 жылдың 1 қазанындағы мақаласынан алынған. Бұл мақала сұхбат түрінде берілген. Мәтінге мұқият назар аудар, өйткені мұнда бірнеше спортшылардың аттары аталады. Негізгі қажетті сөз еткісі келген спортшының кім екенін шатастырып алма. Тапсырмаларға назар аударайық. Мәтіннің негізгі идеясын айқында бір сөйлеммен жазуға болады. Келесі, оқылым мәтінінде автор неше спортшыны еске алып атап кетеді. Неліктен? Мәтінге қайта оралайық. Мұнда Серік Қонақбаев, Серік Нұрқазов, Серік Елеуов, Серік Сапиев және Бекзат Саттархановтардың есімі айтылады. Одан бөлек Бекзат Нұрдәулетов туралы. Міне, 6 спортшының аты аталып тұр. Неге аталып тұр? Соған жауап бер. Келесі,
Бекзат Нұрдәулетовтың сөздеріне қарай отырып, оған сын есімдерді қатыстыра отырып, мінездеме жаз. Мәтінге назар аудар. Мұнда Бекзат Нұрдәулетовтың сөзі берілген. Әлем біріншілігіндегі әр кездесу мұңай болған жоқ, ал ең қиын жекпе-жек деп жартылай финалды айтар едім. 4 дүркін әлем чемпионы, Рио Олимпиадасының жеңімпазы Ла Крузға қарсы шықтым. Бұл сында жеңіске жетуіме бапкерлердің дұрыс тактика таңдағаны себеп болды. Оның үстіне өзімнің де жеңіске жетсем деген мақсатым бар. Жалпы әлем біріншілігіне алтын аламын деп барғанмын. Осы сөйлемдер арқылы біз Бекзатқа мінездеме бере аламыз. Оның мақсаткерлігі, оның әрбір адамның еңбегін дұрыс бағалайтыны мұнда көрсетілген. Келесі, мәтіндегі термин сөздерінің астын сыз, мәтіндегі қажетті ақпараттарды анықта, олардың қай сөйлемдерде берілгенін көрсет. Мәтіннің тілі түсінікті ме, автордың тілдік ерекшелігі неде деп ойлайсың? Мәтінде қандай терминдер бар? Мәселен, Олимпиада ойындары, жүлде еншіледі деген сияқты. Рио Олимпиадасы, әлем біріншілігі, міне осыларды астын сызсаң болады. Келесі, қажетті ақпараттарды анықта. Қажетті ақпараттар сөз болып отырған негізгі спортшы Бекзат Нұрдәулетов туралы ақпараттар. Мәтіннің тілі түсінікті ме? Онда түсініксіз сөздер жоқ па? Осыған назар аудар. Автордың тілдік ерекшелігі неде? Авторға қарасаңыз, Ұлан газетіне жазып тұр. Ұлан газеті бұл балалар мен жасөспірімдерге арналған газет. Міне, осы басылымға жазғандықтан автор баланың түсінігіне қиын сөздерді қолданбайды. Келесі, мәтінге назар аудар. Келесі мәтін энциклопедиялық басылымнан алынған. Мәтінді мұқият оқып шық, тапсырмаларына назар аудар. Мәтінде көтерілген басты мәселе неде деп ойлайсың? Мәтіндегі қазақи спорт терминдерін теріп жаз. Оларды спорт терминдерінің түсіндірме сөздігіндегі баламаларымен салыстыр. Салыстыру үшін саған мұнда сілтеме берілген, сол сілтеменің үстіне бассаң, спорт терминдерінің түсіндірме сөздігі ашылады. Автордың көзқарасын анықта. Осы мәселеге сенің көзқарасың қандай? Оны 2-3 сөйлеммен жазып көрсетсең болады. Оқылымнан кейінгі тапсырмалардың үлгісіне назар аударатын болсаң, ББ кестесі берілген. Мен осы мәтіндерді оқи отырып, білдім. Нені білдің? Келесі, сен нені білгің келеді? Сен нені үйрендің? Республикалық балалар газетіне өзің жақсы көретін спорт жұлдызынан сұхбат алып, жариялау тапсырылды. Сен қалай жазар едің? Сұхбатты алдындағы берілген нұсқаулықтан қарап көруіңе болады. Осы аталған нұсқаулықтарды дидактикалық материалдағы тапсырмаларды орындауда басшылыққа алады деп сенемін. Сіздерге сәттілік!